Ассалаумағалейкум, ой түрткенің көрермендері, армысыздар. Бүгін 29 сәуір сәрсенбі, тақырып тағы да Украина-Ресей соғысы мен таяу шығыстағы шиеленіс туралы. Украина әскері 28 сәуірге қараған түні Ресейдің Туапсе қаласындағы мұнай өңдеу зауытына тағы да соққы жасады. Бұл соңғы бір ай ішіндегі аталған зауытқа жасалған үшінші шабуыл саналады. Ресейдегі Краснодар өлкесі жедел штабының хабарлауынша, мұнай өңдеу зауытында дрон сынықтарының құлауынан өрт тұтанған және оны өшіруге 120 адам, 40-тан астам техника жұмылдырылған. Штаб жапа шеккендер жоқ деп мәлімдеді. Украиналық арналардың хабарлауынша, шабуылдан соң зауыт аумағында бір немесе бірнеше мұнай сақтайтын қойма өртенген. Украина тарапы қазірге дейін зауытқа жасалған шабуыл жөнінде ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Бұған дейінгі соққылар кезінде мұнай сақтайтын қоймалары өртенген, бірақ мұнай өңдеу құрылғыларының көбі аман қалған болатын. Бірақ өрт ұзақ уақытқа дейін сөнбей, салдарынан мұнай ағылып, қалада мұнай тамшылары аралас жаңбыр жауған болатын. Ресей қорғаныс министрлігі 28 сәуірге қараған түні Астрахан, Олград, Курск және Ростов облыстарында, Краснодар өлкесінде, басып алынған Қырым түбегінде және Қара теңіз бен Азов теңіздерінің аумағында 186 дронды қағып түсіргенін мәлімдеді. Осы шабуылдан кейін кеше Путин Ресей аумағында террористік қауіп-қатерлер өсті деп мәлімдеді. Халықаралық терроризм құрылымдары, радикалды және экстремистік топтар Ресей аумағында белсене түскенін көріп отырмыз. Осыған байланысты Қауіпсіздік кеңесі күн тәртібіне анти-террор жүйесін жетілдіруге және жалпы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты кешенді түрде жұмыс істеуі тиіс деді ол. Сонымен қатар Путин Туапседегі жағдайды мысал ете отырып, Украинаны терроризммен айыптады. Украина майдан даласында бізге қарсы тұра алмай жатыр. Біздің әскеріміз күн сайын Украина жерін басып алуда. Амалы құрыған Киев режимі осындай террорлық істерге бәс тігуде дейді Путин. Жалпы Ресей-Украина соғысы басталғаннан бері Ресейдің әскери шығыны 190 миллиард долларға жетіп, Кеңес одағы кезінен де асып түскені мәлім болды. Стокгольм халықаралық бейбітшілікті зерттеу институтының мәліметінше, 2024 жылдан бері армияға жұмсалатын қаржы 5,9%-ға артқан, ал соғысқа дейінгі кезеңмен салыстырғанда 96%-ға өскен. Кеңес одағы 1987-1990 жылдары қорғанысқа жыл сайын 218-245 миллиард доллар көлемінде қаржы жұмсаған. Сарапшылардың пікірінше, Ресейде әскери қажеттіліктерге сағатына орта есеппен 22 миллион доллар ақша жұмсалады. Сонымен қатар, елдің қазіргі тарихында алғаш рет армияға мемлекеттік шығыстардың 20% бағытталған. Бұдан бөлек әскери шығындар құрылыс, білім беру және әлеуметтік саясат секілді өзге де бюджет бөлімдерінде қарастырылған. Осылайша жалпы әскери шығын көлемі шамамен 16 триллион рубльге жетіп, федералдық бюджеттің 38%-ын құраған. Жалпы әскери бюджет көлемі бойынша Ресей әлемде ақш-тан кейінгі 3-ші орынға шықты. ақш-тың әскери шығыны 954 миллиард долларды, ал Қытайдікі 336 миллиард долларды құрайды. Оның үстіне соңғы кездері Украина қарулы күштерінің Ресей аумағына алыс қашықтықтан соққы жасайтын көлемі де арта түсті. 2022 жылдан бастап бүгінге дейінгі аралықта Украина Ресейге соққы беру қашықтығын 170% ұзартқан. Кеше Украина қорғаныс министрлігі Ресей аумағына жасалған соққылардың қашықтығы бойынша статистиканы жариялады. 2022 жылы ұзақ қашықтық 650 шақырымды құраса, 2024 жылы бұл қашықтық 1500 шақырымға жеткен, ал 2026 жылы бұл қашықтық 1750 шақырымға дейін ұзартып, Көмей облысындағы Уақта мұнай өңдеу зауытына соққы жасай алған. Демек, Украина қарулы күштерінің алыс қашықтыққа соққы жасау қуаты
соғыс басталғаннан бергі 4 жыл ішінде 1,5 есеге ұлғайған. Кейбір сарапшылар Украина қарулы күштері алдағы уақытта 2000 шақырым қашықтықта жатқан Ресей нысандарына дәл соққы жасауы мүмкін деп топшылап отыр. Украина қарулы күштерінің дәл осылай алыс қашықтықтан соққы жасау қуатының артуына байланысты биыл Мәскеудегі жеңіс парады үлкен сақтық ішінде өтуі мүмкін, яғни әскери техника көптеп жұмылдырылмауы ықтимал дейді көптеген сарапшылар. Жалпы Украинаның 4 жыл ішінде қару-жарақ өндіру қуаты да арта түсті. Осы жағдайға байланысты кеше Украина президенті Зеленский Украина өз қару-жарағын экспорттауды бастайды деп мәлімдеді. Экспортқа дрондар, зымырандар, снарядтар және қару-жарақтың әскери техника мен бағдарламалық жасақтаманың өзге де түрлері шығарылады. Бұл ретте қарудың бірқатар түрі бойынша өндіріс қуаттылығы сұраныстан шамамен 50%-ға асып түскен. Бұл мемлекеттік инвесторлар мен одақтастар көмегінің нәтижесі. Яғни Украинаның кейбір қару-жарақтары майдан даласындағы қажеттіліктен 50% асып кеткен. Енді бұны сыртқа сатпаса, Украина үшін тиімсіз болғалы тұр. Дегенмен Украина тарапы техникалардың жылыстап кетуіне жол бермеу үшін Ресеймен байланысы бар қару сатуға болмайтын елдердің тізімін де жасап жатқанын мәлім етті. Ал енді таяу шығыстағы жағдайға келсек, таяу шығыстағы шиеленістің түйіні шешілмей тұр. Керек десеңіз, Ливан мен Израиль арасындағы соғыс қайта басталуы ықтимал. Өйткені кеше Ливанның оңтүстігінде аса жойқын жарылыс болды. Израиль Хизболлаға тиесілі қару-жарақ қоймасы мен жерасты түннелін жарғанын айтады. Жалпы Иран мен ақш арасындағы келісімдерге байланысты Израиль мен Ливанда бір-бірін атқылауын тоқтататын болған еді. Дегенмен соңғы 3-4 күн ішінде Израиль Ливан аумағын қайта атқылап жатыр. Бұл алдағы уақытта соғыстың қайта басталуының ишараты дейді көптеген әскери сарапшылар. Кеше Washington Post Тегеран арқылы Вашингтонға ұсыныс жасады. ақш-тың әскері Иран порттарын құрсауда ұстауын тоқтатса деген талап айтты. Иран қарымтасына Ормоз бұғазын ашуға дайын екенін жеткізді деп хабарлады. Ал Трамп Иран өзінің қиын жағдайда екенін жеткізді. Олар өздерінің басшылық құрамымен мәселені реттеп жатқан сәтте бізден тезірек Ормоз бұғазын ашуымызды сұрауда деп мәлімдеді. Сонымен қатар кеше Иран болат экспортына да тиым салғанын хабарлады. Өйткені соғыс барысында ақш пен Израиль Иранның екі бірдей ең ірі болат қорыту кешендеріне соққы жасап, болатты зауыттарды істен шығарған болатын. Иран ішкі тапшылықты тұрақтандыру үшін экспортқа тиым салды. Иран болат өнімдерін шығару бойынша әлемде 10-ші орында тұр. Өткен жылы бұл елде 32 миллион тонна болат өндірілген болатын. Рейтер агенттігінің хабарлауынша ақш президенті Дональд Трамп таяу шығыстағы қақтығыс реттеуге арналған Иранның жоғарыдағы ұсынысына наразы көрінеді. Өйткені онда Иранның ядролық бағдарламасы қарастырылмаған. CNN-нің дерегінше жағдайдан хабардар екі дереккөз Дональд Трамп бұл жоспарды қабылдауы екіталай екенін айтқан. ақш шенеуніктерінің пікірінше Ормоз бұғазының жұмысын қалпына келтіру, уранды байыту мен оның қорына қатысты мәселелер шешілмей жүзеге асса, Вашингтонның келіссөздегі ықпал тетігі әлсіреуі мүмкін. Дегенмен Дональд Трамптың алдағы қадамдары әзірге белгісіз. ақш билігі Иран ішіндегі алауыздыққа алаңдап отырғаны да байқалады және ықтимал келісім бойынша соңғы шешімді Иранда кім қабылдайтыны да белгісіз. Қазір Иранның түпкілікті шешімін ядролық жеңілдіктерге баруға болатыны жөнінде Иран билігінде ұқсас ортақ ұстаным жоқ көрінеді. Өйткені Аятолла Хамини өлтірілгеннен кейін Ирандағы негізгі билеу құқығы сақшылар корпусына қарай ауған. Олар қазір бас-басына тартып ақш пен соңына дейін соғысуды талап етіп отырған көрінеді. Жалпы қазір ақш бір жағынан Иранмен келісімге келу үшін Иранды құрсаулап тұрса, екінші тараптан 5 қаруын сайлап сақадай сай отыр. Қазір Иран төңірегіне ақш ұшақ тасығыш кемелерін орналастырды. Порттарында 100 жойғыш ұшақ топтастырылған. Бұл соғыс кемелерінің көбі Tomahawk ракеталарымен жабдықталған. Қызыл теңізге де қосымша ұшақтарын әкелді. Қазір таяу шығыста Құрама Штаттардың 200-ден аса әскери әуе кемесі
шоғырланған деп жазады батыстың ақпарат құралдары. Бұдан бөлек Ұлыбританияда бомба таситын ұшақтары дайын тұр және Вашингтон Тегеранға экономикалық қыспақты да күшейтіп жатыр. Құрама Штаттардың қаржы министрі Бессент Иран ұшақтарына қызмет көрсететін елге санкция салатынын да ескертіп үлгірді. Ең маңызды жаңалық 1 мамырдан бастап Біріккен Араб Әмірліктері ОПЕК және ОПЕК+ ұйымынан түбегейлі шығып кетуі мүмкін. Бұл ұйымға үлкен соққы, әсіресе Сауди Арабиясына. Ал Біріккен Араб Әмірліктерінің ұйымнан шығуы Трамп әкімшілігі үшін қолайлы болғалы тұр. Өйткені осыған дейін Дональд Трамп ОПЕК ұйымын сан мәрте айыптап, түрлі шешімдер арқылы мұнай бағасын негізсіз көтеруде деп сынаған болатын. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.